Сәлем достар, таңғас тәңірден демекші, таңғасымызға кірісеміз. Көк жуамыз, сырымыз, шұжығымызды, 2 жұмыртқамызды дайындап, шұжықты турап аламыз. Өте дәмді, керемет болатын таңғы ас. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Көк жуам жуылып тазаланған, орташа етіп турап аламыз. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көк жуамызды турап алдық, ал енді сырымызды өткіштен өткіземіз. Екі жұмыртқамызды жарамыз. Вилканың шаншқының көмегімен араластырамыз. Шым-шым тұз салып, жұмыртқамызды араластырып дайындаймыз. Табамызға енді лавашымызды өлшеп дайындап аламыз. Осылайша өлшейміз. Өлшеп лавашымызды тақтайға қойып кесіп аламыз. Өлшенген лавашымызды ашып, осылайша табаңызға салып, қайта салыстырып көрсеңіз болады. Ал кеттік, отымызға табамызды қойып, майымызды құйып, қызып тұрған майға осылайша шұжықтарымызды қойып аламыз реттестіріп. Шыжылдап қуырыла басталған кезде көк жуамызды салып қуырамыз. Үстінен сырымызды саламыз. Сыры ери бастаған кезде ерігеннен кейін жұмыртқамызды құямыз. Жұмыртқамызды құйып, қақпағын жауып қойып қоямыз. Беті жұмыртқаның осылай қата бастаған кезде лавашымызды салып, үстінен дайындап қойған қызанағымызды саламыз. Қызанақтың үстінен тағы да сырды себеміз. Дайын тұрған сырымыздан сеуіп шығамыз. Үстінен тағы да лаваш қоямыз. Лавашымызды ауыстырамыз. Астын үстіне аударамыз. Менде осындай болды. Үстінен тағы да сырымды себемін. Осы сырдың ерігенін күтеміз 1 минуттай. Тарелкамызға саламыз. Асымыз дайын. Тез жылдам дайын болатын таңғы асымыз дайын. Асымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Пікір жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі рецепті алғашқылардың бірі болып көре аласыздар.